Ринат көзін жауып тұрып сурет салу арқылы талайларды таң қалдырып келеді. Басына оюлы тақия киіп алып, қасиетті қылқалам арқылы қазақты әлемге танытып жүрген дара суретші. Алдағы 15 минутта Қамар әжесінің тағылымы туралы айтып, балалық шағын еске алады. Өйткені әже десек, балалық балдәуреннің иірімдері ойға оралады. 10 сыныпты әжемнің қолында оқыдым. Жамандық жасама, біреудің ала жібін аттама, алдама, балаларға ренжіп қалған кезде, мектепте мұғалімдерге ренжіген кезде көңіліңе алма деп сөйтіп айтып отыратын есімде. Қазақ ұлты үшін, жалпы мына бүкіл адамзат үшін негізі әжелердің тәрбиесі болу керек. Ақылдары, ойлары, даналық сөздердің бәрі біз үшін өте таптырмас қазына деп білем. Кішкентай кезде бала не көреді, ұшқанда жаңағыдай соны іледі дейді ғой. Әжем құрттарды жасап отыратын есімде, талқан жасайды, қоспа жасайды, құрттарды көп жасайды, қолмен езіп. Әжеміздің өзі енді текті тұқымнан шыққан шешен билердің ұрпағы. Әжем маған әрине қазақылықтың фундаментін берді деп айтуға болады. Біздің өзіміздің отбасылық дүниеміз ол жалпы қазақтың отбасылық дүниесі. Ринат Елубаев сурет салумен 3 жасынан айналысқан. 3-ші сыныпта оқып жүрген кезінде өзінің алғашқы жетістігіне қол жеткізеді. Бейнелеу өнері өзінің басты өмірлік ісі. ақш, Беларусь пен Италия елдерінде өткен халықаралық деңгейдегі суретшілер байқауында жүлделі орындарды еншіледі. Арқалық қаласында дүниеге келдім. Негізі Ашутаста тұрдық. Қамар әжем Павлодар өңірінде Құргүл деген ауылда тұрды. Нағашы әжем болғандықтан көбінесе сол жаққа көп барып тұратын едік. Және де 10 сыныпты сол әжемнің қолында оқыдым. Сондықтан әрине өзім көргесін өте мен үшін ыстық. Әжелік бейнесі әлі көз алдында. Енді суретші болғасын біз көбінесе бейнеге қатты көңіл бөлеміз. Көрпешелерді оқып, қазақтың орамал, бүкебай бәрі киіп, жаңа ұлттық болмысымен ерекше болып, әже осындай болу керек. Үлгідегі кісі. Қазіргі заманда енді ол ондай әжелер енді аздау іс жасап, жаңағыдай тоқып, жаңағыдай ұршы беріп, кәдімгі әженің мектебін көрсетіп, қыз балаларға, ұл балаларға жаңағыдай әжеге деген құрмет үлгі болатындай сондай. Сол әжелердің ішінде менің әжем, Қамар әжем. Қазақ негізі үлкен кісілерді сыйлап, жаңа үлкен кісілерден ақыл алып отырамыз, өйткені үлкен кісілер көргені бар, білгені бар. Сондықтан әжелерді құрметтеу, олардың ақылын алу, ол жалпы қазақтың қанында бар қасиет. Әжемнің көбінесе сол жаңағыдай еске алып отырсам, ақылдары енді көбінесе мынау жамандық жасама, біреудің ала жібін аттама, алдама, балаларға ренжіп қалған кезде, мектепте мұғалімдерге ренжіген кезде көңіліңе алма деп сөйтіп айтып отыратын ол есімде. Үйде тамақ жеген кезде бір қылшық түсіп кетсе, немесе бір маса кеп қонып қалса, сөйтіп қалса, мен тамақты жемей қойып, сондай бір жеркеніп сөйтетінмін. Сол кезде ол кісі жеркенуге болмайды. Өмірде сондай көп адамдарды білем. Сөйтіп өздерінше болып жеркеніп, әлдағандай болып жүрген адамдар кейін осы тамаққа да жете алмай қалып, қиын жағдайға ұшырап жатқандарын деп нешеті сол есімде қалып қойды. Содан кейін барып, мысалы, тамақ жеген кезде де бір шаш сондай түсіп кетеді ғой, тамақ болғасын. Оны ала салып жей беретін болдық. Ол кісінің ақылын көп қой енді. Аналардың анасы, даналардың анасы, немеренің панасы, білгенің жөн әжеңді. Әуе толқынында әжемнің әңгімесі хабары. Әженің тәрбиесін көрген балалар көбінесе мейірімді келеді, я? Немерең балаңнан да ыстық дейді ғой қазақ. Махаббатын бәрін немересіне береді ғой. Және де екіншіден ол кісілер өмір көрген кісілер. Сондықтан өмір көрген адам, біз жас кезімізде балаларға қатты көңіл бөлмей, жұмыс басты болып, өмірлік тәжірибемізде аз. Содан қандай тәрбие береміз? Әженің тәрбиесі біз үшін, біздің қазақ ұлты үшін, жалпы мына бүкіл адамзат үшін негізі әжелердің тәрбиесі болу керек. Өйткені олардың білетіні, ақылдары, ойлары, даналық сөздердің бәрі біз үшін өте таптырмас қазына деп білем. Қазақтан шыққан тұңғыш халықаралық Микеланджело сыйлығы иегерінің бір тақырыбы әжелер. Бойына қазақы есті, қайсарлықты дәріптеген даланың дана қарттары. Сурет салған кезде әрине әжелерді көп салам.
ондай жұмыстарым да бар. Менің түсінігім бойынша әженің тәрбиесі ол қазақылық тәрбие деп білемін. Әженің суретін көп салам дейсіз, иә? Бар, ондай жұмыстарым да бар, Әр адамға өзінің анасы, әкесі, әжесі бір керемет, бір идеал, бір сурет салған кезде де, жаңа аналарды салса да, әжені салса да, әрине суретшінің өзінің әжесі қандай болды, қалай үлгі бола білді, соны ғана суретші кенепке бейнелейді. Неге? Балалық болмаса проблема болмаушы еді дейді. Психологтардың сөзі бар. Кішкентай кезде бала қандай не көреді, ұшқанда жаңағыдай соны іледі дейді ғой. Сондықтан өмірді адамның кішкентай балалық кезінен қалыптасу керек та, әр адам. Кішкентай кезінде қандай ортада болды, қандай әжелерді көрді, есейгенде де ол басқа әжелерді де сондай деп елестетіп отырады. Менің ойымша әже кәдімгі қазақтың қарапайым әжесі. Кимешек киген, басына орамал салған. Павлодар өңіріндегі Құргүл ауылында әжелердің бәрі сондай. Ашутасты ауылымызда да әжелер кәдімгі ақжал, кәдімгі аяқтарында кәлөш бар, кәдімгі кимешектерін, кәдімгі қазақтың әжелері сондай болу керек. Қыр баласы жолда келе жатып қарын ашса, құрт жеген дейді қазақта. Оны мал баққанда өзімен алып жүреді, немесе тұрмыста тағам ретінде де пайдаланған, сорпаға езіп ішкен. Медицина, химия ғылымдары пайда болмай тұрып, ішер асын талғай білген, аузынан ақ ажырамаған халқымыз қымыз ішіп, құртын жеп отырып ақ көптеген аурудың алдын алып отырған. Құрт жеген баланың тісі сау, сүйегі берік болады. Кеппеген құртты жеуге болмайды, әйтпесе жауын жауады деген сияқты ырымдар да бар. Осыған қарап ақ құрттың қазақ өміріндегі ерекше орнын атап өтуге болады. Алайда неге екені белгісіз, оның дайындалу әдісі Қазақстанның әр өңірінде түрліше. Әжем құрттарды жасап отыратын, есімде талқан жасайды, қоспа жасайды. Құрттарды көп жасайды, қолмен езіп қойып қояды, сосын жаңа жоғары жақ қоран үстіне тізіп қояды. Сосын біз қасымда енді тағы да немерелер бар ғой, қосымша. Солар жаңағыдай қоран үстіне мініп алып ұрлайды. Құрт маған да лақтырады. Сорып жүреміз сол құртты ауылда, сол жазғы кезде. Сол бәрі есімде енді. Бірақ Павлодар өңірінің құрты, әжемнің құрты тіпті басқа. Тұзы жоқ. Торғай даласында тұзды құрт қой енді. Көрсінше қант та қосады екен. Енді әжемнің құртына үйреніп қалғам, ащы құртқа біртүрлі мына құрт емес деп солай қарайтын болдым да. Себебі бала кезімнен қандай дәм таттым, сол дәм мен үшін таңдайында қалып қоятын әжемнің құрты мен үшін өте ерекше құрт. Басқа құрттар біртүрлі құрт емес сияқты болып көрініп тұрады. Әжеме кетсем жұғысып, тапқандай болам сөзгенін, даналықты ұғысып, тыңдаймыз көзбен көргенін. Әуе толқынында әжемнің әңгімесі хабары. Мысалға, әже кәдімгідей ол қазына ғой, тарих қой. Бүкіл жаңағы ата бабаң, сол жерде өмір сүрген адамдар туралы көп әңгімелер айтады, мысалға. Түп тамырың кім екенін сол әжеден білесіз. Сондай қандай әңгімелер айтушы еді? Әжеміздің өзі енді текті тұқымнан шыққан шешен билердің ұрпағы, нағашы атам. Енді Байғабыл Жылқыбайұлы, мысалы қазаққа танымал тұлға, композитор, ақын, палуан, Павлодар өңірі біледі. Жалпы мынау дәстүрлі әндер орындаушылардың бәрі белгілі кісі. Сондықтан енді сол көбінесе Байғабыл Жылқыбайұлы туралы әңгімелер көп болды енді. Ол жалпы сол Кереку өңіріндегі негізгі тақырыптардың бірі ғой, Байғабыл Жылқыбайұлы деп, соның ұрпағы деп, сөйтіп берекше қарап, сөйтіп жүреді ғой. Жас шыбықты қалай есең, солай өседі емес пе? Әже мектебінің бір парасы ұрпағын бауырмалдылыққа баулайды. Ол туысқандық, ағайыншылдық дегенді адалдықты білдіретін ұғым. Бауырмалдық, мейірімділік, жанашылық, қамқорлықты білдіретін құнды қасиет. Сондай-ақ тек туыстық негізде ғана көрінетін қасиет емес, ол кісінің адамгершілік, имандылық қасиеттерін айқындайтын мінез құлықтың жағымды көрінісі. Адамдарды тіліне, дініне, ұлтына бөлмей, кез келген жағдайда оларға көмектесуге дайын тұру, қол ұшын беру қасиеті де бауырмалдылықтың белгісі. Қазақтың қасиеттерінің бірі ол бауырмалдық. Басқа ұлттарда бауырмалдық деген жоқ. Болғанмен де кәдімгі дәл қазақтағыдай жоқ. Біз ерекше бауырмал халықпыз. Әрине ол әженің. Қай жерді қалай алып қарасақ та, жаңағыдай бүкіл жерде негізі аналар ғой. Жалпы біздің мынау өміріміз, мынау
құралу бәрі ана әжелерден негізі құраламыз да, жалпы өмірге деген мына құлшынысымыз. Әжелердің басында бүкіл туыс туғандар жиналып жүреді. Осын әжеміз кеткеннен кейін қазір ешкім де ол жерге жиналмайды. Бауырмалдық, туыстық осылай өше бастайды. Бәрін басын құрап біріктіріп отыратын, бауырмалдық, туыс туғандық байланысты нығайтып отыратын ол әжелер. Енді өкінішке орай әжелер кеткен сайын ол туыс туғандық ақырында бажырай бастайды. Сондай бір қиын дүниелер бар әрине. Енді қазір менің анамда әже ғой енді. Сол бәріміз сол әже деп бүкіл менің балаларым бәрі әжеге барғым келеді деп сөйтіп. Бір сол жерде бәріміз жаңағыдай келіп басымызды қосып әженің үйінде деп сондай бір ерекше бір туыстық, бауырмалдықты нететін бір ерекше бір қара шаңырақ деп ойлаймын да. Бұл жалпы біздің өзіміздің отбасылық дүниеміз, ол жалпы қазақтың отбасылық дүниесіне отан отбасынан құралады дейді ғой. Әрине құралады. Сондықтан ең бірінші ана, әжелер, туыстықтың нышаны осы әжелер. Әжесіз енді қазақ жоқ болуы мүмкін. Және де бұл біздің қанымызда бар ғой, қазақтың қанында. Қазір мен тәуелсіздігімізді алып, қайта қазақ болып, есімізді жиып жатырмыз. Енді осы жолда келешек ұрпағымыз енді осы дәстүрді сақтап, алдыға қарай дамытып алып кететініне мен сенемін. Өйткені біздің қанымызда бар дүние, ол ешқашанда кетпейді деп ойлаймын. Тағдыры тарих, кеудесі қазына, сөзі қастерлі, тұмадай тұнық әжемнің әңгімесі. Туған жерге қызмет етудің қалтқысыз үлгісін көрсетіп, қазақы салт сананы, отан алдындағы парызатты өмірлік ұстанымдарды ұрпағының бойына сіңіріп тәрбиелейтін әзіз әжелер ғой. Немересін уатып отырып, ыңылдап ән салып, санасына сарқылмас рухтың саруызын салады. Әлемнің көптеген елдерінде жеке көрмелерін өткізген Ринаттың режиссура мен мүсін өнері саласында да өзіндік қолтаңбасы бар. Көзін жауып тұрып сурет салатын ол шетелдік танымал шоуға қатысып, шеберлігін күллі әлемге дәлелдеді. Танымал таланттың фундаментін қалаған әжесі Қамар. Абайдың әндерін сіз әжеңіздің аузынан естідіңіз ғой, бала кезде? Әрине. Сол кісіден ең алғашқы кездерімде сол Абайдың әнін естіп атсақ, бірден жүрегіне жылы болып естіледі да. Өйткені кішкентай кезімізден әжеміздің айтқан әнінен естіп сөйтіп енді былай кәдімгі әнші болған жоқ, енді ыңылдап айтады ғой. Жалпы әу демейтін қазақ жоқ дейді. Көбінесе бізде енді Абай ғой енді. Әжем маған әрине қазақылықтың фундаментін берді деп айтуға болады. Әжелерді алып тастасақ қазақылық жойылады. Менің түсінігім бойынша солай. Өйткені бауырмалдық, ұлтқа деген жаңағыдай патриоттық сезімді бәрі көбінесе негізі ер адамдар емес, біздің көбінесе әйел адамдар, аналар береді, әжелер береді. Қарап отырсақ, ер адамдарға да бәріне де мынау күш қуат беріп отыратын бірінші анасы, әжесі және де әйелі. Осылар арқылы ер адам, ер азамат болып ерлікті жасайды. Барлығын негізгі фундаменті әже. Қазақылық болмысты бойыма сіңіргеннің өзі осы әженің арқасы деп ойлаймын. Қасиетті қылқаламын қолына алып қазақты әлемге танытып жүрген дара суретші Ринат Елубаевтың әже мектебінен алған тағылымның бір тармағы осындай. Саралы ой мен ақыл парасаттың аясында сабырға жүгініп, салиқалы әңгіме қозғауды қанына үлкендерден сіңірген суретші бейнелеу өнерінің керуенін болашаққа тартып бара жатқан қара нардай келіне дерсің. Ғажайып әлемнің қайнар көзі, тұмадай тұнық бастауы әже ұлағаты. Хабардың авторы Альмира Елімсары, әуен мен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы. Аман болайық, абыройлы болайық.